Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге дәл осындай бір жасағаннан сәтті болып шығатын жұмсақ әрі дәмді болатын сүзбелі бәліштің жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны көрмес бұрын арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза бір ыдысымызға бөлме температурасында еріп тұрған сары майды, не болмаса 72% маргаринді саламыз. Оның үстінен қантты саламыз және де жұмыртқаны салып, венчиктің не болмаса вилканың көмегімен қантымыз ерігенше, массамыз бір келкі болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Бұл бізде қамырға қажетті заттар. Ең алдымен қамырды жақсылап илеп, тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Ал енді мінекей біздің массамыз жақсылап бірікті. Енді таза бір бөлек ыдыста ұнды електен өткізіп, үстіне қопсытқышты салып, жақсылап бір келкі болғанша араластыратын боламыз. Ал енді сұйық массамыздың үстінен ұнды 2-3 бөлікке бөліп салатын боламыз. Бастапқыда қамырды венчикпен араластырамыз, одан ары қарай қолмен илеп жалғастыратын боламыз. Үгілмелі, яғни песочный қамырдың ең басты құпиясы, қолмен илеген кезде қамырды ұзақ илемейміз. Қамырымыздың басы тек біріксе болғаны илеуді тоқтататын боламыз. Мінекей қамырымыз жұмсақ, сәл қолға жабысады, бірақ қолға жабысады екен деп артық ұн салудың қажеті жоқ. Дәл осы қамырды таза пакетке салып, тоңазытқышқа қоятын боламыз. Ал енді бәліштің ішіне салатын салмасын дайындайтын боламыз. Ең алдымен таза бір ыдысымызға сүзбені саламыз. Сүзбенің майлылығын өздеріңіздің қалауларыңызша таңдасаңыздар болады. Оның үстінен 20% кәдімгі дүкеннің қаймағын саламыз. Оның үстінен қантты, жұмыртқаны және де жүгері крахмалын салып, блендердің көмегімен жақсылап езетін боламыз. Құрамына қажетті заттардың барлығын жазбаша түрде видеоның астында описание бөлімінде қалдыратын боламын. Достар, сіздер менің арнамнан бұдан бөлек бірнеше тәттілердің, ыстық тағамдардың, салаттардың рецепттерін таба аласыздар. Ол үшін менің арнама өтіңіздер және де видео бөліміне өтсеңіздер, барлығын көретін боласыздар. Мінекей біздің салмамызды дайын болды. Енді формамыз міндетті түрде аста алынатын болғаны дұрыс, өйткені түбі жабысқанда алғанға ыңғайлы болады. Осы формамызға жаңағы қамырымызды жақсылап бір келкі етіп, бортик жасап салып шығатын боламыз. Қамырымыз формаға бір келкі жұқалықта салынып шықты. Міндетті түрде түбін вилкамен бір жүргізіп шығыңыздар және де оның үстіне салмамызды саламыз. Одан кейін барып алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешімізге салып, шамамен 40-45 минут көлемінде пісіретін боламыз. Пісіп шыққан бәлішімізді міндетті түрде бөлме температурасында 1-2 сағат көлемінде әбден суытасыздар. Одан кейін тағы да 2-3 сағат көлемінде тоңазытқышқа салып қойғандарыңыз дұрыс. Мінекей осымен бір жасағаннан сәтті мінсіз болып шығатын сүзбелі бәлішіміз дайын. Сіздерге де жасап көруге кеңес береміз. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ұнап жатса пікір қалдырып, міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.